Қазан айында полицияға автокөліктерден ұрлау туралы бірден бірнеше арыз келіп түскен. Белгісіз қылмыскер көліктерден ақша, смартфондарды қолды қылған. Полицейлер жедел іздестіру іс-шараларын жүргізіп, ұрлық жасаған аудандарда бейнекамералардың жазбаларын зерделеген және куәгерлерден жауап алған. Нәтижесінде бұрын ұқсас қылмыс жасағаны үшін бірнеше рет сотталған 30 жасар қала тұрғыны ұсталды. Ер адам қылмыс жасағанын мойындайды. Сотқа дейінгі тергеу барысында оның тонауға қатысы анықталды. Яғни ол қала тұрғынынан ақшасы мен күртешесін алып кеткен екен. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы 3 бөлімі мен 191 баптың 1 бөлімдеріне сәйкес қылмыстық істер қозғалды. Қазіргі таңда оның Петропавл қаласының аумағында 6 қылмыс жасағандағы анықталып отыр. Қазіргі уақытта аталған фактілер сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізілімінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191 бабы 1 бөлігі тонау және Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы ұрлық бойынша енгізілді. Ұсталған қалалық полиция басқармасының уақытша қамау изоляторында тергеу жүргізілуде. Грабеж. Как это произошло? Об этом расскажите. Парень ограбил в гостинице. Как это произошло? Как вы с ним познакомились? Как встретились? Познакомились, распивали пиво с ним в баре. Потом просто взял его в номере и ограбил. Знал, что у него деньги, и взял. Полиция басқармасында мүлікке сақтықпен қарауға шақырады. Көлікте жұмыс істейтін сигнализация болуы керек. Көлікті бақылау камералары бар жерге қою қажет. Сондай-ақ салонда ақша мен құнды заттарды сақтамаған дұрыс. Қылмыс жасалған жағдайда шұғыл полицияға хабарласу қажет. 2020 жылғы 10 айдың ішінде Солтүстік Қазақстан облысы аумағында 1736 бөтеннің мүлкін ұрлау фактісі тіркелді. Олардың ашылуы 74%-дан асады. Алина Сабырқызы, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен дайындалды.